Құран кәрім оқып жатқан кезде сүйікті пайғамбарымыздың есімі өткенде дереу сол мүбәрак есімді құрметпен сүю керек. Сүйген адам көп нығметке қауышады. Муса алейхиссаламның заманында ешкім жақсы көрмейтін күнәһар бір кісі болатын. Сол кісі бір күні өледі. Айналасындағылар бұл да адам баласы ма деп оны қоқысқа тастап жібереді. Аллаху Тағала Муса алейхиссаламға: менің пәлен жерде қоқыста әулие бір құлым бар. Оны ол жерден шығарып, тазалап, жаназасын оқып жерле деп әмір етеді. Муса алейхиссалам әлгі кісінің қоқыстың ішінен шығарып, жақсылап жуып кебіндеп, жаназасын оқиды. Бұл жағдайды көрген халық таң қалады. Жерлегеннен кейін Муса алейхиссалам әлгі кісінің үйіне келіп, әйеліне: ей ханым, бұл кісі не істеген, қандай жақсы амал жасаған деп сұрайды. Әйелі сонда: я Расулулла, ешкім оны жақсы көрмейтін, бәрі одан қашатын еді. Оның ешқандай жақсы амалы жоқ болатын. Жақсылап ойлан, оның қайырлы бір амалы, жақсы бір ісі бар. Ешбір жақсылығы жоқ еді. Үнемі күнә істейтін дейді. Сонда Муса алейхиссалам үшінші рет сұрайды: оның міндетті түрде бір игі ісі бар. Аллаху Тағала маған оны жерлеуімді айтты дейді. Сонда әйел былай дейді: бір күні Таурат оқып жатқан еді. Оқып жатқан кезде Мұхаммед алейхиссаламның Ахмет деген есімін кездестіреді. Бұл неткен әдемі есім дейді. Тағы да оқып, бұл неткен әдемі есім дейді. Кейін: я Раббым, есімі осындай әдемі болған адамның кім білсін, өзі де әдемі шығар. Мен оған ғашық болдым деп есімін сүйген еді. Муса алейхиссалам: болды, енді түсінікті дейді. Мұндай пайғамбарға үммет болу ең үлкен нығмет. Бір адам сеніп, Мұхаммед алейхиссаламды бір көрсе, жанынан, тіпті арқасынан көрген болса да, егер көзі көр болып, даусын бір рет естіген болса, және иман келдірсе, бүкіл ілімдер соған беріледі. Бұл нәрсе бояуға батырылған матаның бояуды сіңіріп алуына ұқсайды. Бүкіл үстемдіктер мен ілімдер соған өтеді. Сол себепті сахабалардың барлығы мужахидтер еді. Олардың дәрежесіне ешкім жете алмайды. Бұл үстемдіктер оларға тән. Құрметті мұсылман бауырлар, біздің арнамызға жазылып, осындай пайдалы және рухани видеороликтерді жіберіп алмау үшін каналымыздың қасындағы қоңыраушаны басып, осы видеоны WhatsApp-тағы топтарға таратуларыңызды сұранамыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. لا شريك لك لبيك